Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бізде 69-шы сабақ математика. Дөңгелек сандарды ауызша көбейту және бөлу. Гүлбақтар мен саябақтар. Сен бұл сабақта мың көлеміндегі сандарды ауызша көбейтуді және бөлуді орындайтын боласың. Бірінші тапсырмаға қарайық. Бұл жердегі гүлбақ пен саябақтарды безендіру үшін өсімдіктердің жасалған қоршауды жиі қолданады. Суреттегі қоршаулардың периметрін тап дейді. Оны табу үшін бірінші қоршау бізде тік шаршы тәріздес, яғни барлық қабырғасы бірдей. Сондықтан 8-ді 4-ге көбейтіндісін арқылы тауып аламыз. 32 метрге тең болса, ал екінші қоршау ені 8 метр, ұзындығы 80 метр. 8 бен 80-ді қосып 2-ге көбейтсек 176 метр. Бұл қоршаудың периметрі 176-ға тең. Ал үшінші қоршау бізде 10 мен 20-ның қосындысын 2-ге көбейту арқылы тауып аламыз. Бұл қоршаудың ұзындығы 60 метрға тең. Келесі екінші тапсырмада бізде өзіндік жұмысқа берілген. Екінші, үшінші тапсырма. Бұл жерде бірінші тапсырманы орындау үшін көбейтінділерді көбейтіп, қосындыларды қосып, бір-бірінің мәндерін салыстыратын боламыз. Бірінші тапсырмада 200-ді 3-ге көбейтіндісі 600-ге тең, 450-ді 50-ге қосындысы 500-ге тең. Яғни бұл жерде мәні 600 жағы көп болады. Міне осылай арғай өз бетімізбен орындап шығатын боламыз. Келесі үшінші тапсырмада бізде 0-мен аяқталған сандарды бір-біріне көбейтуіміз қажет. 30 бен 3-дің көбейтіндісі 90-ға тең, 30 бен 30-ның көбейтіндісі 900-ге тең. Бұл жерде 3-ті 3-ге көбейтіп, 2 0-ын жалғап алсақ болады. Арғарай бізде төртінші тапсырма. Төртінші тапсырмада есепте дейді. Бұл жерде көбейтінділер және бөлінділер берілген. Кестеге сандарды қойып есептеп шығамыз. Бұл жерде 23-ті 10-ға көбейтеміз, 230-ға тең, 10-ды 40-ға көбейтеміз, 400-ге тең. Ал мына жерде екінші көбейткіш белгісіз. Екінші көбейткішті табу үшін 900-ді 9-ға бөлеміз. Сол кезде екінші көбейткішіміз шыға келеді. Одан кейінде біздер көбейтінділер мәндерін табу арқылы табамыз. Ал мына жерде 310-ға келген кезде 310-ды 10-ға бөлеміз, яғни бірінші көбейткіш шыға келеді. Одан кейінгі бөлінділерді де міне осы бағытта тауып шығамыз. Кейбір жерлерінде бөлгіш белгісіз болып тұр. Белгісіз бөлгішті табу үшін бөлінді мәнін бөлінгішке бөлеміз. Сол кезде бөлгіш шыға келеді. Ал мына жерде бір жерде бөлінгіш белгісіз, ол жерде 40 пен 20-ны көбейту арқылы шығарып аламыз. Келесі төртінші тапсырмадан кейін бізде бесінші тапсырма тұр. Бесінші тапсырмада 0-мен аяқталған сандарды бір-біріне көбейтуіміз қажет. Ол үшін 4-ті 10-ға көбейтеміз. 4 пен 10-ның көбейтіндісі бізде 40-қа тең, 10 мен 4-дің көбейтіндісі де 40-қа тең. Яғни көбейткіштердің орындары ауысып тұр. Ал осы көбейткіштердің мәндерін, көбейтінің мәнін көбейткіштің біріне бөлетін болсақ, екінші көбейткішіміз шыға келеді. Міне солай арғай осы бағытта орындай беруімізге болады. Енді біздер алтыншы тапсырмаға келдік. Алтыншы тапсырмада бізге салыстыр дейді. Салыстыру кезінде біздер міндетті түрде бірінші жағын есептеп аламыз. 7 мен 100-дің көбейтіндісі 700-ге тең, ал 600 бен 90-ның қосындысы 690-ға тең. Екеуін бір-бірімен салыстырамыз. Сол кезде әрине мәні 700 жағы көп болады. Одан кейін бөліндіні табамыз. Бөліндіні тапқаннан кейін екінші жағына көбейтіндісін тауып бір-бірімен салыстырамыз. Яғни мәндерінің қайсысы үлкен, сол жаққа артық таңбасын қоямыз. Енді біздер 7-ші тапсырмаға келдік. 7-ші тапсырмада қоршаудың ұзындығын тап, қоршаудағы әр бөліктің ұзындығын бірдей, қоршаудағы әр бөліктің ұзындығы бірдей және олар суретте көрсетілген дейді. Яғни бірінші қоршау бізде 7 бөлікке бөлінген екен. Әр бөлігі 2 метрдан. Ол үшін 2-ні бізде 7-ге көбейтеміз. 7 мен 2-ның көбейтіндісі бізде 14-ге тең, яғни бірінші қоршаудың ұзындығы
14 метр болады екен. Ал екінші қоршау бізде 4 бөлікке бөлінген, бірдей 4 бөлікке, әр қоршаудың бөлігі 3 метрге тең. Сондықтан 4-ті 3-ке көбейтеміз. 4 пен 3-тің көбейтіндісі бізде 12 метрға тең. Қоршаудың ұзындығы 12 метр. Келесі үшінші тапсырмада бізде бұның бөлігі кішкене үлкендеу, әр бөлігі 4 метр екен. 4 метрді біздер 3-ке көбейтеміз. Бұл жерде 3 пен 4-тің көбейтсе 12 тең болса, қоршаудың ұзындығы 12 метр. Яғни әр бөлікті қарап отырсақ, бөліктері әртүрлі, бірақ бөлінген қоршаулары бірдей екен. Бұл жерде нені көреміз? Әр қоршаудың ұзындығын табу үшін біздер көбейту амалдарын қолдандық. Міне сол сияқты ә бөлігінде әр бөліктің ұзындығы 10 есе арттырса, онда қоршаудың ұзындығы қалай өзгереді? Ендеше әр бөліктің ұзындығы 10 есе арттырса, бұл үшін 2 метрді біздер 10-ға көбейтеміз. 20 болады, ал 20-ны біздер 7-ге көбейтеміз. Сол кезде 20-ны 7-ге көбейтсек, бізде 140 метр болып көбейе бастайды. Міне осылай әрбір бөлікті осылай 10 есе арттырса дегендіктен есептеулерді арғалай осылай жүргізуімізге болады. Осы 7-ның Б бөлігінде ауданы 38 см, ал бір қабырғасы 4 см болатын тіктөртбұрыштың периметрін тап деген. Яғни бір қабырғасы бізде белгілі тіктөртбұрыш. Сондықтан бұл жерде 32-ні біздер 2-ге бөліп аламыз. 2-ге бөлгеннен кейін барып шыққан сандан 4 см азайтсақ, біздер екінші қабырғасы тіктөртбұрыштан шыға келеді. Міне осылай кері амалды қолдану арқылы біздер 7-ші тапсырманың Б бөлігіндегі тапсырманы орындай аламыз. Міне бірнеше жаңа есептер шығарылды. Осы шығару жолдары сіздерге түсінікті болса, каналға жазылыңыздар, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса беріңіздер, жауап беруге дайынмын. Подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен үй тапсырмасын бірге орындау қызықты болған болса, келесі сабақтарда көріскенше. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.